Міне қотсын. Айша бибі қызым, мынау керемет кітап қызым, қара міне. Қазақ халқының салт дәстүрлері және ырымдары, нақыл сөздері және мақал мәтелдері. Бұл кітаптың бір ерекшелігі қызым, мақал мәтелдермен тіл байлығың өте керемет болады, жоғарғы деңгейде. Және де ой санаң өрге жүзеді қызым. Мысалға, мында үлкен тақырыптарды көп, мысалы қызым, қазақтың салт дәстүрлері, ырымдары, мысалға мынаны қара, мектеп туралы бар қызым, саған мектеп туралы айтып берейін, саған өте таныс қой. Мысалы, міне білім инемен құдық қазғандай дейді. Және міне ұстаз туралы жазылған, жаман ұстаз болмайды, керісінше жаман оқушы болады дейді. Алтыным, сен ондайлардың қатарынан білсің, өзіңнің тәрбиеңмен, әдептілігіңмен сен ұстаздың айтқанын бәрін тыңдап, керемет оқушы, озат оқушы болуың керек қызым. Мысалға, мынаны кел бірге оқиыншы, міне достық туралы айтылған қызым, қара. Ағаш тамырымен мықты, адам достарымен мықты. Қызым, маладес. Бұл кітапты қызым саған сыйға тартам, кел қызым батамды берейін. Тай құлын болып шаба ғой, озып бәйге ала ғой. Қаз баса ғой қарағым, құтты болсын қадамым қызым. Әумин. Әумин. Міне керемет кітапты өзім қызым жақсылап оқырсың қызым. Түсінбей жатқан жерлерің болса, міндетті түрде маған айтып өзім түсіндірем. Рахмет әкешім. Ужан, кел.